Салем достар, сіздермен болған мен Али Тока. Достар, бұл бізде бала күтушінің 3-ші бөлім болады. Мен сенбі күні шығады деп айтқанмын, бірақ осы демалыс күні шықты, себебі менің сенбі күні қолым босамады. Сіздер менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпайық. Біз көп сөзбей видеомызды бастайық. Тоқтай тұршы. Неге? Жарайды. Мен қазір камера жөндетушілерді шақырамын, телефонын звондап. Жарайды. Алло, бұл кім? Сәлеметсіз бе? Мен камера қойып қоямын деп едім. Сіздер камера қоя аласыздар ма? Я, қайерге қойайын? Қазір өзім көрсетемін. Сіздер келіңіздер. Адресті айтыңыздар. 8-ші үй. Жақсы, рахмет. Аха. Неше минут күтеміз енді? 15 минуттей шығар. Кешігеміз ғой енді. Қош, машинамен барамыз ғой. Я. 15 минуттан кейін. Біз келдік. Сіздер ме камера жөндетушілер деген? Я, қай жерге жөндетейін камераны? Осы жерге қойыңыз камераны, сосын балалар бөлмесіне қойыңыз, сосын біздің жаққа қойыңыз, оң жақта. Жақсы, қазір қоямыз, сіздер уайымдамаңыздар. Аха. Біз камера қойдық, енді ақша беріңіздер. Барлығы 3000 теңгеге шықты. Міне 3000 теңге. Көп рахмет сіздерге. Келіп тұрыңыздар. Аха. Сау болыңыздар. Қазір жұмысқа кешігеміз ғой. Не болды соншама? Қазір барамыз ғой жұмысқа. Болшы, тезірек жүрші. Ой, мына тамақтар ауыр екен ғой. Барып кухняға қойып қойыншы. Мынаның анасы да бір, мені дүкенге жұмсап бір жынданып тұрмын ше. Қазір аналардың жандарын шығарайыншы барып. Екеуін, бол тезірек үй жинаңдар. Әйтпесе сендердің жандарын шығарамын. Бол тез жинаңдар үйді. Не болып қалды? Үй жинаңдар деп тұрмын ғой, бол тезірек. Сізге не болған? Жарайды, жинаймыз. Сіздің айтқаныңызды орындаймыз. Молодец. Бар, үй жинаңдар, маған тамақ әзірлеңдер, бол тезірек. Біз тамақ әзіре алмаймыз. Қазір таяғымды алып келемін де сендерді ұрамын, бол. Жарайды. Қане, екеуін үй жинаңдар, бол тезірек. Үй жинамасаңдар, таяқпен бір ұрамын. Түсіндіңдер ме? Жарайды. Мен жинауға міндетті емеспін, өзіңіз жинаңызшы. Сіз бала күтушісіз ғой. Маған неге тапсырдыңыз екеумізге? Сен не, мені жынды қылайын тұрсың ба, не? Мә, өзің жина. Қазір таяқпен бір ұрамын. Бол, тез жина. Жарайды. Мә саған, мә. Ұрмаңызшы, өтініш. Ұрмаңызшы. Қалай екен, Өте жаман, сізді анамға айтамын. Айтсаң қазір таяқпен бір ұрамын. Аузыңнан да оңдырмаймын, түсіндің ба? Я, түсіндім. Жинап болдыңдар ма? Я. Енді маған тамақ әкеліңдер. Жарайды, қандай тамақ? Маған жұмыртқа емес тауық болсын, мен тауықты жақсы көремін. Жарайды. Мінеке әкелдім. Қайсыдамын көрейік. Молодец. Тағы қандай әкелейін? Маған енді пицца әкел.
Жарайды. Мінекей сіздің пиццаңыз. Мынаған бірнәрсе қосқансың ба адам біртүрлі ғой. Ештеңе қосқан жоқпын. Өзі солай ғой. Дәмі біртүрлі ғой. Білмеймін. Сен сонда мені олайын деп тұрсың ба, не? Жоқ. Мә саған, мә, басынан бір ұрам, мә. Басым қатты ауырып кетті ғой, басына ұрмаңызшы, өтініш. Жоқ. Мә. Басым ауырып кетті, ше. Тәрбие көрмеген. Біз келдік. Балалардың көңіл-күйі жоқ қой. Не үшін? Жаңа доп ойнап жатқанбыз ғой, сол үшін көңілі түсіп кетті. Бала көтеруші, сен өтірік айтатын сияқтысың. О, не дегеніңіз? Мен өтірік айтпаймын ғой. Сіздер барлығыңыз жүріңіздерші, мен барлығын көрсетемін. Әкесі сен де жүр, бала күтуші сен де жүр, балалар сен де жүрдіңдер. Жарайды. Міне көрдің бе әкесі? Не? Мынау балдарды ұрайын деп жатыр ма не? Жоқ, бұл өтірік қой. Сіздер оған сенбеңіздер. Мен сені жақсы деп ойлап жүрсем, бала күтуші, не деген арам екенсің. Соны айтам, біздің балдарды ұрып. Өтінемін, мені кешіріңіздерші, мен енді қайталанбаймын. Жоқ, қайталанасың сен. Сен балдарды ұрасың. Мені қуып шығармаңыздаршы, өтініш. Менің үйім жоқ. Бар, кет бар. Өтінемін, кеттеймін саған. Енді келіп қара, оңдырмаймын, түсіндің бе? Түсіндім, енді келмеймін. Мә, сендерге бала күтуші тиісті ма? Сосын бізге тамақ та бермеді. Мә, ойбу, жаным ашып кетті ғой сендерге. Менің де жаным ашып кетті. Онда мен барып тамақ пісірейін, жарай ма? Ура, как раз қарным ашып тұр еді. Жарайды. Достар, біздің видеомыз аяқталды. Ол бала күтушінің 3-ші бөлімі, яғни соңғы бөлімі. Бұл ұзақ уақыттық видеомыз. Аз уақыттық видео болғаны үшін кешірім сұраймын. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпайық. Достар, сау болыңыздар.